Баршаңызға сәлем. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен манты дайындайтын боламыз. Қамыры үшін ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып, бір кесе салқын су және бір шай қасық тұз саламыз да жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды екіге бөліп саламыз. Дайын қамырды салафанға орап, иі қанғанша жарты сағатқа қойып қоямыз. Картошкамызды кубиктеп сақтап тураймыз. Пиязымызды дәл солай кубиктеп сақтап турап аламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын салып жақсылап араластырып аламыз. 15 минут уақыт өткен соң қамырымызды тағы бір жақсылап иілеп аламыз. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Бұл мантының қамыры езілмей, жыртылмай піседі. Енді жайып алған қамырды видеодағыдай әдемілеп кесіп аламыз. Дәл видеодағыдай бірінің үстіне бірін қойып, әдемілеп төртбұрыштап кесіп аламыз. Кесіп алған қамырларымызды әдемілеп жайып, салмасын салып, дәл видеодағыдай манты жасаймыз. Енді табамызды дұрыстап майлап, мантыларымызды қойып шығамыз. Ендігі тұздығын жасауға кірісеміз. Тұздығына пияз бен томат пастасын қуырып аламыз. 45 минуттан кейін мантымыз дайын болды. Егер ұнаса, лайк басып маған тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.